Koreyanın şahri var. Seul. Borbor қаласы. Biroq бұл жер Koreyanıkı емес. Tashkenttin бульвары же парк зонасы десек тура болады. Анткени бұл парктың аты дағы Сеул екен. Андай болған. Жолдары өте кеңір болған. Ташкенттің жолдарына жүрөбүз. Азыр біз бара турган жер ошол Сеул деген аталышта ачылган парк екен. Ошол паркка барып, улантып сиздерге тартып беребиз. Өзбектердің маданияты. Бұл подземный ход жолдың арқы өзіне, бұл өзіге өте тұрған подземный ходтары бар екен. Жоқ, азыр түшіп жолдың арқы өзіне өте өзбіз. Подземный ходтыңдағы жол өтмек түнелдің дағы için қарасақ тап-таза. Өте жақсы баға өткен. Мындай инвалидтер үшін мындай лифттағы қаралып тұр бұл жерде сөзсіз. Өзбекше мындай маданияттары дағы қамтылып тұр бұл жерде. Гүлдері. Бірілі Ошто емес, өзгөчө буларда дагы бар экен. Пакистан же индустар бе. Бул жерде дагы как Москваныкындай музыка ойноп турат экен. Өте таланттуу жигиттер дагы көп экен бул жерде. Энергичный жигиттер экен. Где-то бир жаштары 17-16 жаштагы жаш балдар. Мынау инвалидтер үчүн мындай лифт. Анча жерде колдонулбайт. Бирок бул жердин ар бир мындай лестницаларына колдонулат экен. Анан бул жерде болған мусорный урналар өте көп екен. Ондай болған өзбектердің военный техникалары дағы бұл жерде тұрар екен. Анткени бұлар осы тыныштықты бұл жерде ұшташтарды қарашат екен. Солдаттары, милициялары бұл жерде өте редко көрінеді екен. Бирок мынандай болған солдаттарды көп жерде учураштырдык. Мына Пепсинин байрагына карап билсеңиздер болот. Бул жерде өтө салкын жана шамал жүрүп турат экен. Мына акебиз биздин такси акебиз, Дияр акебиз Андижандан болот. Yol bilan borib Seul Malmash yo'lda bor. Mana joqdami? Bu yoqda ne bor aka? Bu yo'pirada fontani bor. O edilardan to'g'ri fontan. Soat rovnada ishlaydi soat. Qanchada? 7:30 o'zi yoqadi hozir 1 minutda. Keyin 8da yoqadi. Bo'ldi. Qanday bo'lgan?
Yo'qdagi. Yo'qqa kirasiz. To'xtang. Ha, bo'ldi. Bu жақта ушундай текшерүү магнитинен текшерилет экенсиздер, анан бул жакка карап секейин басып берет экенсиздер. Анан бул жерлер мени Москванын көчөлөрүнө түшүрүп койгондой. Москванын көчөлөрүнө окшош экен эмнегедир. Кандай экен туугандар? Сіздерге жагып атабы? Өзбекстандын Ташкентти элдерге кандай кулайлыктарды жаратыптыр? Муну тургандар эмне десеңиздер, булар ошо майда лампочкалар болот. Булар дагы азыр бир аздан кийин тамат. Өзгөчө көрүп берет булар дагы. Баягы биздин Бишкекте Кыргызстандын байрагын ушу сыяктуу жасашып чыкты го.